Сәлеметсіздер ме, ашық сабаққа қатысушылар және әріптестер, және де 30-17 2ГБ тобының білім алушылары. Бүгінгі тәжірибелік сабағымызды бастаймыз. Тәжірибелік сабақты бастау үшін ең бірінші түгендеу жүргізейік. Білімлерді Google Classroom-ның. Яғни мына жерде барлығымыз сабаққа қатысып отырмыз. Жақсы, жарайсыңдар. Енді бүгінгі біздің ашық сабағымыздың тақырыбы еңбекақы есебі. Яғни еңбекақы есебі бойынша құжаттарды толтырамыз. Сабағымыздың мақсаты еңбекақы түрлеріне байланысты қызметкерлерге жалақыны ұстау, салықтарды есептеу, құжаттарды толтыру болып саналады. Енді ең алдымен өткен тақырыпты қайталаймыз. Өткен тақырыпты қайталау үшін жаңағы QIZ онлайн тестілеуін өтейік. Ол үшін сендер жаңағы Google Classroom-ның лентасында QIZ-дің ссылкасы арқылы кіреміз. Жақсы. Суды қапай. Жақсы. Он екі адам 10 адам. Болдық, е? Ал бастайық. Жауап береміз. Сұрақтарды көруге болады, е? Кассада нақты ақша қандай құжат бойынша беріледі? Сатып өткізілген тауарлар үшін кассаға теңгемен төленген нақты ақшаның сомасы. Ағымдағы банктік шоттардан теңгемен кассаға алынған нақты ақша сомасы. 10-10 кассадағы теңгемен ақша қаражаттар шотының дебетінде не көрсетіледі? Ағымдағы банктік шотқа банктің қысқа мерзімді несиесі қабылданды. Ағымдағы банктік шоттан корпоративті табыс салығы аударылды. Гүлім өте жақсы жауап беріп жатыр. Диана, Елдана жақсы жауап беріп жатыр. Барлығымыз жауап бергеннен кейін аяқтадық деп айтамыз. Аяқтадым. Аяқтадық. Амина бітірдік қойды. Жақсы. Әсел, Ауа. Қазір бір сұрақ қалды. Балжанды күте тұрайық.
Алжан болдық па? апай болдым. Жақсы. Бірінші орында Гүлім, екінші орында Диана, үшінші орында Елдана. Өте жақсы, жарайды. Қымбат, Айнара, Салтанат жақсы жауап берді. Елдана, Гүлназ, Әмина, Қалымтай, Алуа, Аяна, Диана. Өте жақсы жауап берді. Жақсы. Енді бүгінгі тәжірибелік сабағымызды бастайық. Еңбекақы есебі бойынша сіздерге жағдайлық тапсырма беріледі. Жағдайлық тапсырмада өндірістік күнтізбеге сәйкес еңбекақыны есептеу, 1 бухгалтерия бағдарламасынан Microsoft Excel'де төлем тізімдеме құжатын толтыру, салықтарды ұстау, шоттар байланысын қою және Learning Apps онлайн ресурстарында жаттығу орындау. Енді ол үшін алдымен біз екі командаға бөлінеміз. А командасы және Б командасы. А командасы біледі қай командада екен. А командасының жағдайлық тапсырмасы берілген. Турфирмадағы қызметкерге жалақы есептеу керек. Еңбек келісім шартына сәйкес өндірістік күнтізбе берілген. 5 күн 40 апта жұмыс жасайды және оның ішінде ол 12 күн ауырған. Яғни А тобында А командасына жалақыдан салықтарды ұстау қажет және қолына алатын жалақысын есептеу керек. Енді Б командасындағы білеміз кім екен. Енді Б командасының жағдайлық тапсырмасы турфирма қызметкері 250 мың теңге жалақы бекітілген. Өндірістік күнтізбеге сәйкес 5 күн 40 сағатта жұмыс жасайды. Оның ішінде 13 күн ауырған. Қалған қолына алатын жалақысын, жаңағы есептелінген жалақысын, салықтарды есептеуіміз қажет. Ол үшін бізге алдымен ең бірінші өндірістік күнтізбе беріледі екен 2020 жылға. Және де формулалар берілген өзге сақтау үшін. Енді Google Classroom'дан ашып қараймыз. Яғни сол жерде мен сіздерге тапсырмаларды бекітіп қойдым. Қарап есепті бастап шығарамыз. Көрініп тұр ғой, тақтам? Иә. Алдыңғы айдың төлем тізімдемесі берілген. Сол бойынша сендер қызметкерлерге жалақы есептеуіміз қажет. Жақсы. Және де 2020 жылдың өндірістік күнтізбесімен жұмыс жасаймыз. Жақсы. Жұмыс жасаймыз. Уақыт беріледі сендерге. Есептеулерді өткіземіз, иә? Excel формасында толтырамыз. Сосын талқылама жұмыс жүргіземіз. Осы төлем тізімдемесін толтыруымыз керекпіз. Сұрақтарымыз болса, қойып сұрауларыңа болады. Формулалар есімізде, салық ставкалар есімізде болуы керек. Өндірістік күнтізбемен жұмыс жасаймыз. Екі команда жұмыстарыңызды есептеп қорытындылай бастаймыз. Шоттарды қоя бастаңдар. Ал қане қай команда дайын? Демонстрация экраналарыңды қосып, жауаптарыңды айта берсеңдер рұқсат. Біздің группа дайын. А командасы біледі ғой, кім қай командада екен. Демонстрация. Жақсы, Амина Қалымтаева. Айжанов Руслан Маратұлының қыркүйек айына есептелген жалақысы дебеті 70,10, ал кредиті 33,50 суммасында 132,579-ға тең болды. Жақсы. Сам дебеті 33,50 тең, кредиті 32,20, суммасы 13,258. Жеке табыс салығы дебетінде 33,50, кредитінде 31,20, суммасы 7,682.
міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру дебетінде 33,50, кредитінде 32,10, жалпы суммасы 1326 теңге. Мгм. Қолына алатын жалақысы дебетінде 33,50, кредитінде 10-10, 10-30 және де суммасы 110.313 тең болады. Жақсы. Келесі. Өндірістік күнтізбеден жұмыстың күн нормасы 22 күнге тең. Жақсы. Жұмысқа жарамсыздық парағы бойынша ауырған күні 12 болады. Жақсы. Яғни А командасы. Қолына алатын жалақысы кассадан төленетін болса, шығыс кассалық ордер, есепшотқа аударылатын болса, төлем тапсырмасы арқылы рәсімделеді. Өте жақсы. Яғни А командасы өзінің есептерін шығара алды тәжірибелік жұмыс барысында, иә? Жақсы, жарайсыңдар. Келесі. Б тобы. Яна. Жақсы. Оны бастасақ болсақ, Айтқожановаға 42 айына жалақысы есептелінді. Онда дебетінде 72,10, ал кредитінде 33,50 болады. Жалпы суммасы 166,670 шығады. Жақсы. Келесі. Міндетті зейнетақы жарнамасы салығы 10%, дебеті 33,50, күні 32,20 және сумма 166,67 болады. 16,667, иә? Жақсы. Жеке табыс салығы бойынша салық ставкасы 10%, дебет 33,50, кредит 31,20 және жалпы суммасы 10.750-ге тең. Келесі. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жалпы салық ол 1%, дебеті 33,50, кредиті 32,10 және де жалпы суммасы 1667. Келесі. Қолына алатын жалақысы кассадан төленетін болса, шығыс кассалық ордер, есепшотқа аударылатын болса, төлем тапсырмасы арқылы рәсімделеді. Дебетінде 33,50, кредитінде 10-10, 10-30 шоттары қолданылады, ал сомасы 137.586 теңге шығады. Жақсы. Өндірістік күнтізбеден жұмыстың күн нормасы 26 күнге тең болады. Жақсы. Жарайсыңдар. Жұмысқа жарамсыздық парағы бойынша ауырған күні 13-ке тең болады. Жақсы. Орындап болдық па? Жақсы. Жарайсыңдар. Яғни Б командасы да өздеріне берілген турфирмадағы қызметкердің бүкіл жалақысын есептеп үйренді. Енді демонстрация жабалы. Жақсы. Келесі, енді Learning Apps веб-сайтында біз жаңағы шоттар қозғалысы бойынша жаттығуды орындайық. Кім жауап береді бірінші? Мен боламын, Наргиз. Наргиз, жауап бере ғой. Ең төменгі жалақы 2020 жылға бұл 42.500 болады. Мен айтсам бола ма? Қане, жауабымызды тексеріп көрейік. Келесі кім айтады? Мен Ғалымжан Айсер. Айта ғой. Жеке табыс салығы ол 10% болады. Жеке табыс салығының ставкасы Иә, ол 10%. Ал жауабымызды тексеріп көрейік. Дұрыс. Еңбек ақы Келесі. Міндетті зейнетақы жарнасы 32,20. Міндетті зейнетақы жарнасы 32,20 шотында жүрген. Ал тексеріп көрейік. Еңбек. Дұрыс. Жеке табыс салығын жалақыдан аламыз міндетті зейнетақы жарнасын, одан аламыз ең төменгі жалақыны көбейтеміз 10%-ға. Жауабымызды тексеріп көрейік. Өте дұрыс. Жарайсыңдар. Келесі. Еңбек ақы шоты 33,50. Айтамыз. Жақсы. Келесі. Депозиттелген жалақы шоты 33,90 болады.
Жауабымызды тексеріп көрейік, асықпаймыз. Иә, депоненттелген жалақы, ол бізде 3-5 күн ішінде алынбаған жалақы. жалақы. Өте дұрыс. Келесі. Депоненттелген жалақы шоты 30-90 шотында жүргізіледі. Өте дұрыс. Тексеріп көрейік жауабымызды. Жақсы, жарайсыңдар. Енді осы тәжірибелік сабағымызды қорытындылай келе, Мидмейстер онлайн тақтасында интеллект картаны толтырып көрейік. Ол үшін жаңағы Google Classroom'ға ссылка жіберілді. Көрініп тұр ғой, тақтам? Білім алушылар, көрініп тұр ма тақтам? көрініп тұр. Ал енді еңбекақы бойынша өзіміздің ойға түйгенімізді, есімізде қалған жаңа түсініктерімізді осы интеллект картаны толтыру арқылы көрсетеміз. Жауап берсем бола ма? Жазамыз. Жұмыс берушінің қызметтерге атқарылған жұмыс үшін зата немесе ақылай берілетін төлем. Өте жақсы. Жұмыскерлердің атқарған еңбегі үшін төленетін ақы. Еңбекақы 33-50 шотында жүргізіледі. Өте жақсы. Еңбекақы жанама. Кезек айтамыз. Еңбекақы 2-ге бөлінеді, негізгі және жанама. Жақсы. Тағы. Еңбекақы қызметтерге жұмыс істеген сағатына қарамастан белгілі бір уақыт сайын берілетін тұрақты төлем. Тағы да. еңбекақы жұмыс уақыт төлемнің мөлшері жаңағыдай күндік немесе сағаттық ақыға байланысты осы әр тапсырманың берілген байланысы есептелуі мүмкін. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі. Жұмыс уақыт бірлігіне немесе орындалған әр тапсырмаға байланысты төленеді. Жақсы. Еңбекақыдан жеке табыс салығы және міндетті зейнетақы жарнасы ұсталынады. Өте жақсы. Салтанат. Еңбекақының жүйелері және нышандары өз алдына еңбектің нәтижесін қамтып көрсетеді. Өте жақсы. Тағы. Еңбекақы есептеу және төлеммен байланысты құжаттамалар жүргізу әрбір ұйымның міндетіне кіреді. Тағы да. Кесімді және мерзімді түрлері болады. Аяна дұрыс, кесімді және мерзімді түрлері болады. Тағы. Іс жүзінде екі тұрады, негізгі және кесімді. Елдана дұрыс. Келесі. Салтанат. Мен айттым ғой. Айттым ғой да. Тағы. Жұмысшыға атқарған еңбегі үшін төленетін ақы. Аяна дұрыс. төленбеді. Әсел, дауысымызды шығарамыз. Еңбекақы өзінің табелін жұмысқа келмеу себептері туралы мерзімі атқарылады. Келесі. Гүлім, қандай салықтар ұсталынады екен? Апай. Гүлім, қандай салықтар ұсталынады екен еңбекақыдан? Жеке табыс салығы және міндетті зейнетақы жарнасы ұсталынады. Шоттарын айтып жүрсек? Негізгі еңбекақы шоты 33-50. Міндетті зейнетақы шоты 32-20. Өте жақсы. Міндетті әлеуметтік сақтандыру неше пайыз ұсталынады екен? 1%. 1% ұсталынады екен. Тағы қосып айта кететіндеріміз бар ма осы интеллект картаны толтыру барысында? Еңбекақы төлемі есептесу төлем ведомысы арқылы беріледі. Өте дұрыс. Жақсы. Тағы толықтырып кететіндер? Келісім шартында мыналар қарастырылады. Белгілі мерзімге, белгілі бір жұмыс орнына, белгілі уақытқа, және соңғысы бұл еңбеккерлер жоқ болған жағдайда оның жұмысын уақытша атқаруға. Өте жақсы, иә. Яғни осы интеллект картаны толтыру барысында
Яғни біз жаңа интеллект картасын толтыру барысында жалақы бойынша әртүрлі мағлұмат бере алдық, иә. Енді осы сабағымызды қорытындылау үшін біз жаңағы рефлексия бөліміне көшеді екенбіз. Енді сабақ бойынша қысқаша өзіміздің пікірлерімізді айта кетсек. Бір-бірден қол көтеріп те жауап берулеріне рұқсат. Я жауап беремін. Мен айтсам осы сабақ өте қызық өтті. Көптеген еңбекақыға байланысты мәліметтер білдік. Өзіміздің еңбекақымызды есептей алатын болдық. Айта ғой, Әсел. Ашық сабақ өте жақсы өтті. Сіздің арқаңызда біз топпен жұмысты ұмытпай, қайтып топтап жұмыс істедік. Ұжыммен өте қызықты болды. Рахмет сізге. Жақсы, тағы. Айтсам бола ма, апай? Айта ғой, Динас. Сабақ өте жоғары деңгейде өтті. Сізге өте көп рахмет. Әртүрлі тесттер өте қызықты өтті. Үй тапсырманы тексеруде және сабақтың барысы да өте қызықты өтті. Жақсы. Мен айтсам бола ма? Айта ғой. Бола. Жақсы деңгейде өтті деп ойлаймын. Сізге де рахмет. Және әртүрлі қызықты тапсырмалар арқасында біз көптеген нәрселерді білдік және есімізге сақтап алдық. Жақсы. Айтсам бола ма, апай? Айта ғой. Диана? Бүгінгі сабақ қызықты өтті, маған ұнады. Еңбекақы жайлы өзіміздің білімімізді толықтырдық. Жақсы. Айтсам бола ма? Айта ғой. Наргиз? Сабақ өте қызықты өтті, және осы тапсырмалар арқылы біз формулаларды еске түсірдік, шоттарды еске түсірдік. Жақсы. Апай, мен айтсам бола ма? Айта ғой. Бүгінгі ашық сабағымыз өте жоғары деңгейде өтті. Яғни топпен бірлесіп жұмыс істеп, өткен формулаларды есімізге түсіріп, жаңағы есепті де жақсы шығарып, бәрін жеткізіп, сізге де рахмет, жаңа жақсы түсіндіргеніңізге. Жақсы. Тағы да? Мен айтсам бола ма? Айта ғой. Сабақ расымен де жақсы деңгейде өтті. Сізге көп рахмет. Біз әртүрлі сайттармен қолданып үйреніп, еңбекақы жайлы білімімізді нығайттық. Жақсы. Енді сабақты қорытындылай келетін болсақ, тәжірибелік сабағымыз жақсы. Білім алушылар, сендер өздерің білімдеріңді жан-жақты көрсетіңдер, яғни біз ертең оқу бітіріп жұмысқа орналасқан кезде бухгалтерия бөліміне жалақы алатын болсақ, яғни еңбекақы бойынша жалақымызды есептей аламыз, салықтар, қандай салықтар салынатынын білеміз, жеке табыс салығы, міндетті зейнетақы жарнасы, медициналық сақтандыру міндетті 1%, яғни осы салықтарды біз есептей біледі екенбіз. Яғни төлем тізімдемесі арқылы рәсімделеді, ол есімізде қалу керек. Және де біз шоттар байланысын құрастыра білдік. Енді осы сабақты қорытындылай келе, мен сендерге жарайсыңдар дегім келеді. Сабақта біз өте белсенді жұмыс жасадық, төлем тізімдемесін толтырдық, еңбек келісім шартында бекітілген өндірістік күнтізбені көрдік, 2020 жылға, яғни әр жыл сайын осы өндірістік күнтізбе жаңағы өзгеріп отырады. Енді жалпы сабақ бойынша жаңа Google Classroom платформасында сабақты қорытынды жасадық, енді бағалау жүргізейік. Журнал көрініп тұр ма? Журнал көрініп тұр, қымбат, бүгінгі сабаққа 4, Балжан бүгінгі сабаққа 5, Алуа бүгінгі сабаққа 5, Гүлім өте жақсы қатысты 5, Елдана жақсы қатысты, Қинаятова Аяна жақсы, Қалымтаева Амина 5, Молдағалиева Аружан 5, Әсел 4, шатасып кеттік кішкене, Гүлназ 5,
Айнара 5, Диана жақсы, командада жақсы жұмыс жасадық. Салтанат 5, Смайыл Наргиза 5, Тоқтарханова Амина 4. Яғни бұл бағалының қорытындыларымен біз жаңағы Google Classroom'да көре алар екенбіз. Енді бүгінгі сабағымызда да үй тапсырмасын жазып алайық. Үй тапсырмасын жазып аламыз, білім алушылар. Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер бойынша шоттар байланысын құрастырамыз. Ол үшін бізге типтік шоттар жоспары бар. 2017 жылы 23 мамырдағы 185 бұйрығымен бекітілген. Жазып алайық міне. Жазып алдық қой, қысқа мерзімді қаржылық міндеттеме, яғни 3-ші бөлімнің шоттарын жазып аламыз. Енді бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сабаққа қатысқан білім алушыларға рахмет. Жарайсыңдар, еңбекақы бойынша жаңағы есептеулер, формулалар, заңдық нормативтер, құжаттар есіңізде қалады деген ойдамын. Рахмет сендерге. Сау болыңдар. Сабақтан Сау болыңыз. Сау болыңыз. Рахмет. Нет.